Жыңғылды ауылдық мәдениет үйіне қош келдіңіздер балалар. Сырттан ең бірінші келген кезде нені көрдіңіздер? Тақтайшаны көрдіңіздер. Тақтайшада бір ағайдың атаның суреті болды. Ол Алтынбек Жұмашұлы Тілеген деген біздің Жыңғылдыға белгілі ұстаз, сазгер, суретші, мүсінші. Өздерің сіздер білмейсіздер, үлкен аталарымыз, әжелеріміз біледі. Адайдың жеті қайқысы деген жаңағы жыршы, күйші біздің ұмытылып бара жатқан ағаларымызды, әкелерімізді жинақтап, Адайдың жеті қайқысы деген мына фотода көрініп тұрғандай, суретте көрініп тұрған осы аталардың жинақтарын, жырларын, әндерін жинақтап, бір кітап етіп жазып шығарған. Және бұл Алтынбек ағайдың мына бізде шағын ғана ұйымдастырылған мына бұрышы. Мына бұрышта көріп тұрған құралдарды қараңыздаршы. Не нәрсе бар мұнда? Мына жерде міне майлы бояу, сурет бар. Мына жерде жаңа музыкалық аспаптар бар. Осыдан ақ көруге болады. Алтынбек ағай, яғни Алтынбек атамыз бір музыкаға, қолөнерге, мүсінге, өнермен айналысатын белгілі болып тұр. Қазір балалар музыканы неден тыңдаймыз? Үйде музыка тыңдайсыздар ма? Теледидардан, көбіне, сосын соткіден, телефоннан тыңдаймыз, да? Енді бұрынырақтары телефон болған жоқ. Осындай бейнетаспа, дискі болған, андай кішкене магнитофон болған. Ағайдың өзінің көзі тірісі кезінде пайдаланған осындай музыкалық аспаптары, үн таспалары, шаңқоғыз, сарсырнай, ұртоқпақ деген сияқты әртүрлі осында музыкалық аспаптар бар. Ал бұрынғы өтіп кеткен ертедегі жыраулар, жыршы аталарымыздың фотолары болған жоқ. Ол кезде ондай фотоға түсіріп аспап болған жоқ. Алтынбек ағайдың бір қасиеті сол адамдардың жаңағы бейнелеуі, суреттеуі арқылы осы Адайдың жеті қайқысы деген жеті атамыздың фотосуреттерін, яғни фотороботын көз алдына елестету арқылы осындай фотороботтарын салып шығарған. Алтынбек ағайымыздың мынау жаңағы музыкадан сабақ берген, күй тартқан, осында Ақжарма деген оркестр кезінде пайдаланылған домбырасы, домбыраның шанағы, мойны, не бұрайтын құлақтары, домбыраның күйін жуандатамыз, жіңішкертеміз, даусымыздың ырғағына қарай осылай нешекті баптайтын құрал. Күйші оңай тұр екен болады. Жарайыз. Балалар, мынау біздің Жыңғыл ауылдық мәдениет үйіндегі шебер қолдар қолөнер студиясында осында жасаған бұйымдарымыз, әртүрлі жүннен жасаған, киізден жасаған біздің ұлттық құндылықтарымыз. Мысалы қарасаңдар, ағаш үй, ар жақта тау. Мына бұйымның аты тұмарша деп аталады. Мына біздің үйірмемізде жасалынып жатқан түкті гобелен деп аталады. Мұнда біздің ұлттық құндылығымыз, мұнда торсық, мына жерде мына күн, мына керегеміз, мына біздің ожауымыз, ожаудан аққан мынау ақ, оған араласып жатқан жасыл желек, әлі аяқталмаған сурет. Жоғарыда ұшып жүрген қарлығаштың бейнесі. Мына жерге жаймен жылқының суреті жасалынады. Бұл әлі аяқталмаған жұмыс. Киім бұл шапан деп аталады. Шапанды көбіне ағаларымыз, әкелеріміз, үйдегі аталарымыз киеді. Қайғы мұражайда жаңа Алтынбек ағайды айтып кеттім ғой. Сол ағайдың оркестрінде домбыра тартқан үлкен ағаларымыздың бірнеше жыл бойы сақталған мынау шапаны, яғни сахналық киімі. Апаларымыз, қыздарымыз киеді. Алдына, артына ою салынады. Әрбір оюдың өзінің мағынасы бар айтылатын. Әйел адамның неше жаста екенін, тұрмыста ма, тұрмыста емес пе, отбасы жағдайы қалай, осы ою өрнегі арқылы біліп отыратын болғанбыз. Немесе мына көйлегінің желбіршегі арқылы қыз баланың неше жаста екенін білетін болған. Ертеректерде размер болмаған. Көйлекті тігіп, келесі жылы қыз баланың бойы өседі, оған тағы бір етек жалғайды. Оның арғы жылы қайтадан тағы қыздың бойы өседі, сол тағы етек жалғайды. Сөйтіп етек бүрмелі етек болып қос етек деген көйлек содан шыққан. Балалар, бүгінгі сіздерге арналған шағын мұражайымыз, мәдениет үйіндегі осы азғантай көрмеміз сіздерге ұнады ма?
Ұнады. Қандай әсер алдыңыздар? Шебер болғыңыз келе ме, әлде домбыра тартқыңыз келе ме? Өскесін қандай үйірмеге келгілеріңіз келеді? Домбыра ұнап тұр деймін сіздерге. Кішкене сәл өскесін домбыра үйірмесіне келеміз де.